Так, достар, мен бұйырса тойым болайын деп жатыр. Соған Шымкентке келіп, ресторан қарап жатырмын. Royal Rose деген ресторанға келдім. Мына ресторан ұнады маған. Брондап жатырмын, датаны тыңдап қалдым. Датасын қалай? Датасы енді пока қызға байланысты. Қыз жоқ та енді. Достар, бүгін зарплатаның күні. Мынау екі адамның зарплатасы. Мынау папамның зарплатасы, мынау мамамның зарплатасы. Не жұмыс істейді дейсіңдер ғой? Мен мамам болып жұмыс істейді, мамам. И папам болып жұмыс істейді. Просто сол мама мен папа болған үшін зарплата төлеймін. Стабильно. Ай сайын. Сол зарплатасын алып баратырмын қазір. Плов заказ беріп қойдым мамаға. Мамам пловың енді. Ондай плов жоқ та. Мойындайсың ба? Мойындаймын. Ондай плов жоқ вообще ішінде. И мынау зарплата көңіл күйге жауап береді. Олардың денсаулығына да жауап беру керексің еще. Денсаулығына да біз қазір алып баратырмық бір-екі заттар. Мен бөлек шығып кеткенмін ғой уже қанша бір жарты жылдан асып кетті. 1 жыл болып қалды почти. Адик уже бір 4-5 ай болды бөлек шығып кеткеніне. Енді қазір үйде мамам, папам, інім мен қарындасым бар, мектеп оқитын. Олар әлі жаңа IELTS-ға анау-мынауға дайындалып сабақ оқып жүр әлі. Каникул болса да. В общем, 4 адам қазір үйде қара шаңырақта. Мынандай сыйлық берейін деп жатыр Аққайрошқа. Болмайтын мына ескі телефон ұстап жүрді. Мен түсірейін деп тұр да. Мына телефонға түсіре берейін ба деп ұялып қояды да. Рахмет. Қуанатын болды қазір. Қазір келеді офисқа. Аққайрош келді. Міне. Қазір басын жуамыз. Әңгіме осыдан басталып еді ғой. Басын жуамын деп ше. Сол басын жуамыз. Давай шешін. 2 рет бассаң жетеді. Жақсы көпір ма? Күшті көпір еді. Краштардың қатарына қосыла ма енді? Қайсақсыз краш боласың. Болды кән. Мә бауым. Мама не? Саған. Юра саған сыйлыққа бер. Менен сұрады қандай телефонмен түсіріп жүр. Ескі телефонмен түсіріп жүр деп осыны берекші. Осы әңгімеден басталды ғой, Ливорадан басталды осы нәрсенің бәрі. Кәдімгідей ма? Біз кәдімгі септігіміз тиісін деп құтты болсын. Беделіктің Шынымен жабысында. беріп отыр ма мұны deyince? Шынымен. Росына? Видеоға емес бұл шынымен. Натури. Натуре сенікі ашып, өзің ашып ала берсең болады. Сен алмай тұрдың да просто. Сыйлық вообще алып көрмеймін. Крупный. Айба, кәдімгідей наны дейді. Кәдімгідей қот. Вот уже сәл-сәл кедей емессің. Жайлап кедейліктен құтылып жатсың. Бұйырса. Ерекең жібін өсіп беріп отыр достар, жайлап жүр. Мен қасымдағылар жіп үзіп жатыр. Аға, мынау жақ сынып кетсе, мынаны емдеп бере аласыз ба? Емдейміз. Именно мына жақ. Конечно. Мына бір жағы не үзіліп ілініп қалсашы. Без проблем. Айырына алдыңғы тісі шашылып кетті да. Таппай қалдық. Жоқ, рингті таппай қалдық. Новый тіс алып бере аласыз ба? Без проблем ғой. Шашылады ма, үзіледі ме еркебұлан барлығын істеп береміз. Все, шавкал, все готово. Бәрін дайындап қойдық. Все, что мы тебе сломаем, үзіп жіберген, шашып жіберген нәрсені бәрін реттеп қоямыз. Доктор Жақсыбекке келіп тұр, мен қара, смотри, ол доктор мировой уровня. 20 мемлекетте болған, оқыған, квалификациясын повышать еткен. Клиникасындағы техника, последний техникалар. Так что шавкал ғана емес, басқа кісілерде де мына жақта проблема болса, келсеңіздер болады. А шавкал сен кел, сындырған, опырған, шашып берген бәрін жақсы реттеп. Еркебұлан, шықасам дегеннің барлығын жіберсе болсын ғой. Сен сындырасың, мен басқаламай, ақшасын төлесе болды. Саған, маған. Сындырасың, басқаламай. Без проблем. Мен ақшаға сындырып беремін. Мен ақшаны жөндеп беремін. Ақшаны жөндеп береді достар. Ол келмес. Шымкент қаласында осындай керемет клиника бар екенін мен шаққалы